Аяқталуға жақындаған сайын әрбір ұпайдың салмағы артып келеді. Женициннің асқырығы естілді. Қақпаға бірден бағытталған соққы. Пазыл өте шапшаң қимылдайтын ойыншылардың бірі. Табылды. Қақпаға бағытталған. Қазір Тобыл командасы соққан. Және дәл осы Астана секілді өз қақпасына 6 гол өткізген. Қазір Тобылдың Ғайша Шәріптің қолынан табылды. Ойынды өзіне алатын анық. Асыл Айбалаңына пас. Төрешмен де сөз таластырмады. Сонымен Айбалаңына асылған пас. Міне мүмкіндік, қақпаға бағытталған соққы. Айбалаңына асылған пас, қақпашы бірінші болды. Асыл алыспұрышқа соққы бағыттайды ма? Жоқ, ортаға қарай пас. София Рыбак оң аяқпен соққы және төреші қосқан уақыттың соңғы минуты басталды. Ал бұл София Рыбактың керемет соққысы. Өте жойқын соққы шықты, бірақ Замира Абдрахманова, Айнель Сманова. Бұл бірден қақпаға бағытталған соққы болды және қараңыздар. Қақпа бағанасымен бірлесе бұл допты тоқтатты. Жібектің Айбалаңына асырған пасы. София Рыбак және осы бір бөлігінде шаршап қалғанында анық. Сондықтан бас бапкер Евгения Страхты ойыннан алып тастады. Ал қазір Астананың мүмкіндігі және гол. Есеп 0-1. Матчтың 58-ші минутында Әлзия Жамбыл баспен керемет соққы бағыттап матчтың алғашқы голын соқты. Замира Абдрахманова енді осы бір сәтте ешқандай да офсайд болған жоқ. Әлзия Жамбыл керемет соққы. Баспен бағытталған соққыларды жалпы қақпашыларға қайтару оңай емес. Ал бұл да 8-ші нөмірлі Жібек Марат. Айбалаңына пас, соққы. Жақын қашықтан осындай бір сәтсіз соққы бағыттаған екен. Бұл жерде де Замир Жібек Марат артқа қарай пас, Асыл Пазыл қақпаға бірден соққы бағыттайтыны түсінікті. Байланысты. Бұрыштама орын тамашалаймыз. Қақпаға бағытталған соққы және есеп 0-2. Жібек Марат нәтижелі пастың авторы, ал гол соққан Айнель Сманова. Осымен менің ойымша барлық сұрақтар жабылды. Қарсыластың Айбалаңында өз мүмкіндігін тапты. Жібек Мараттың керемет пасы. Бұл жерде біз әрине Замира Абдрахманованың қателігінде атап өтуіміз тиіс. Бұл қақпашының добы. Бірақ Замира Абдрахмановадан бөлек Александра Софича қарай керемет пас және Тобыл қазір гол соғуы әбден мүмкін. Қайтарды. Соңғы күшін салып қазір Тобылдың 10-ші нөмірлі қазір айыптауын орындайды. Қарабаеваның асырған пасы ешбір. Ал қазір қақпаға бағытталған соққы. Алина Сартаева бірден қақпаға бағытталған соққысы және